Бәршеге ассалаумағалейкум. Каналымыз бүгіннен бастап өз жұмысын бастады. Менің атым Ықылас Аралбаев. Нүкіс қаласы Технопос IT компаниясында фронт-энд дастыршы болып істеймін. Жасым 18-де. Бұл каналды ашудан мақсат программаластыруға қызығушылығы бар, бірақ бірінші қадамды қоя алмай жүрген жастарға жәрдем беру, тура жол көрсету, әмде оларға керекті білімді беру. Әмде халқымызға IT-ді үйретуге өз үлесіңізді қосу арқылы олардың жасау тәрізін жақсылау. Бұл Технопос IT мектебінің ұлы мақсаты болып, біз де сол мақсатке, сол әрекетке өзіміздің үлесімізді қосуға бар күшімізбенен әрекет етеміз. Әмде IT-ге қызығатуын, бірақ оқу курсына қатынауға имканияты жетпей тұрған жастарға бейпул тәлім беру. Яғни біздің YouTube-ға қойылып отырған видеоларымыздың әмдісі бейпул әмде жүдә көп пайдалы мағлұматтар менен қойып барылады. Сізден талап етілетін нәрсе тек қана сабырлылық, ынтызам менен видеоларымызды басынан бастап үйреніп бару. Сізден талап етілетін нәрсе тек қана компьютер сауаттылығы, әмде компьютер, интернет болса болды. Қалған дастырушылық сырларының әммесін нөлден бастап үйретіп барамыз. Әмде қарақалпақ тіліндегі IT сабақтарының YouTube-дағы бірінші қатемі. Бұл біздердің ең басты мақсатымыз десек те болады. Себебі суаға дейін итибар берген болсаңыз, YouTube-та болсын, басқа социалды тармақтарда болсын, қарақалпақ тілінде ешқандай контент жоқ, яғни IT тарауын үйрену бойынша. Әмде соны алдымнан өзіме мақсат қылып қойып едім, қарақалпақ тілінде пайдалы IT контенттерін шығару. Әмде біздің контенттеріміз, біздің каналымыз бұл сабақтарының бастануы болады деген үміттеміз. Каналымыздың әрекетлі стратегиясы. Біз каналымызды жолға қойылып отырған уақытта каналымыздың әрекетлі стратегиясын түзіп шықтық. Яғни бірінші кезекте бұл рауажану. Әлбетте каналымыздың ағзалары һәм сабақтар тараптан рауажану үшін бар күш-қайратымызбен әрекет етуіміз керек. Сонымен біргелікте көбірек білім беру. Бізге сеніп каналымызға подписация етіп ағза болып отырған каналымыз ағзаларына әрбір видео сабақтылығымызда ең болмағанда ең қысқа видеоның өзінде ең болмағанда бір өзіне керекті білімді ала алуына тәмінлеуіміз керек. Үйренушілер санын жоғарылату. IT-ға қызығушы бірінші жастарды каналымызға қамту һәм сапалы білім беру. Бұл әрекетте әлбетте сіздердің көмегіңіз керек болады. Каналымызды достарыңызға, жақындарыңызға, IT-ге қызығушы інілеріңізге, ағаларыңызға тарқатың, әмде оларды каналымызға шақыру арқылы каналымыздың әрекетлер стратегиясына өзіңіздің үлесіңізді қосқан боласыз. Қазіргі күнде Өзбекстанда болсын, дүния базарында IT-ге талап жүдә жоғары. IT кіріп қармаған тараудың өзі қалған жоқ. Сонымен біргелікте дәстүршілерге де талап артады. Ал енді кімдер программист бола алады деген сұрауға жауап алатын болсақ, бұның өзіне тиісті факторлар бар. Яғни бірінші фактор бұл сабырлылық. Яғни программаластыруды үйрену аңсат нәрсе емес, дегенменен сабырлы адамдар оны әрқайын өздестіре алады. Әтті жұмысқа кіргеніңізде де өзіңізге берілген вазифаны орындау үшін үлкен сабыр керек болады. Қатты минет. Бұл кәсіпте денеңіз айтарлықтай минет қылмайды. Расында да бұл кәсіпте сіздерге тек қана ақылы минет керек болады. Ақылы минетті жүдә қатты минет етіп, біз оны орында сарфлауымыз керек. Яғни өзімізге керекті білімдерді алу үшін қатты минет етсек қана біз өзіміз көздеген мақсатқа ерте аламыз. Сонымен біргелікте ынтызам. Қазіргі күнде Өзбекстанда болсын, дүнияда болсын, YouTube, әмде Instagram, соған басқа да социалды тармақтарда мотивацион каналдар, мотиваторлар жүдә көбейіп кетті. Бұл әлбетте жақсы. Дегенменен мотивацияға сеніп қалу, мотивацияға үйреніп қалу, бұл адамға жүдә көп нәрседен бос қалдырады десек те болады. Бұның себебі неде? Бұның себебі біз мотивациямызды бір ғана мотиватордың бір ғана гәпіменен 100% жоғарыға шығарып алуымыз мүмкін. Ал алдымыздан шыққан бір ғана тосық арқалы 100% болып тұрған мотивациямыз 0%-ға түсіп қалу ықтималы бар. Сол себептен мотивациямыз бар уақытында жұмыс істеп, басқа уақытта еш нәрсе жақпай отыру, бұл біздерді көп нәрседен бос қалдыру мүмкін. Сол себептен мотивациямызды ынтызамға айландыруымыз керек.
өз үстінде істеуден тоқтама. Программистлерге талап артуы менен оларға қойылған талаптар да жоғарылай береді. Ақиқатында да әр күні бізерге таза технологиялар, таза гаджетлер істеп шығарылып жатыр. Біз сол технологияларға, гаджеттерге масласып, заманға сай дәстүрші болып шығуымыз үшін әрдайым өз үстімізде істеуіміз керек болады. Әлбетте бұл елі әңгімесі емес. Енді өзіңізге сұрау берің. Мен программист бола аламан ба? Меніңше сіздің жауабыңыз ава, бола аламан. Ақиқатында да сондай болса, каналымызға ағза болың һәм өміріңіздегі ең үлкен қадамды таслам. Бұл қадам сіздердің өміріңізді, келешегіңізді 180 градусқа өзгертіп жіберуіне сенеміз. Сіздерден талап етілетін нәрсе біз шығарып отырған бейпіл сабақтарды өз уақытында бізбенен бірге орындап бару, сабақтарды уақытында таярлап, қосымша мағлұматтарды үйренуден тоқтамау. Сабақтарымыз келе постоянно шығып барады. Алдымыздағы видеоларда жүзі қызықлы, жүзі пайдалы контентлер шығарып барамыз. Бізді қолдап қуатлап тұрасыз деген үміттеміз. Сонымен бірге каналымызға достарыңызды, IT-ге қызығушы ағаларыңызды, інілеріңізді шақырың. Алдыдағы видеоларда көріскенше сау саламат болың. Диққатларыңыз үшін рахмет.